Армысыздар ағайын, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін 31 қаңтар, Алматы қаласы С18 уақытша ұстау қылмыстық абақты дейді, түрме дейді. Қаңтар оқиғасынан кейінгі бірнеше азаматты, енді бір ақпаратта 680 адам дейді, бірде 1200 дейді. Жалпы көптеген азаматтарды 2 айға санкциямен осы мекемеге қамаған болатын. Қамауда жатқан азаматтар біреуі Оралдікі, біреуі басқа қаладан, әр қаладан, таныстары өзге жақта болғандықтан азық түлік алып келу жақтары қиын ғой. Соған осы Алматы қаласының белсенділері ұйымдасып, қолымыздан келгенше азық түлік тасу, кейбір кісілерге адвокат жағынан көмек керек болатын болса, Ар-Рух-Хақ деген ұйымына мың алғыс, сол кісілер адвокат жағынан, тағы да материалдық жәрдем жағынан көмек беруде. Қолдан келгенше Алматы белсенділері осыны ұйымдастырудамыз. Енді еліміздегі дәп осындай жағдайда меценаттар шығатын жағдай ғой. Кәсіпкерлер қайда отыр, жұмыла көтерген жүк жеңіл. Бұл өгей өкімет емес, өгей ел емес, біз халық бір болайық. 86 жылғы жағдай қайталанып жатыр ғой. 4-ші, 5-ші, 6-ші қаңтарда алаңда геноцид болып, Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен өз халқына оқ жаудырып, өз халқын қырып қана қоймай, артынша міне репрессия жалғасып жатыр ғой. Араша сұрайық, жазықсыздар қамалмасын. Кейбір азаматшалар міне өздерінің жолдастары қамауда қалып қалған соң, асыраушылары қамауда жатқан соң қиын жағдайларға түсіп отыр. Әлеуметтік жағдайлар онсыз да мәз емес қой, елімізде халықтың. Пәтер жағы бар. Осыған кәсіпкерлер азаматтық танытып, 1-2 отбасын өзім азаматтары абақтан шыққанша, тергеуден босап шыққанша деп пәтер жағына көмектесулеріңізді сұраймын. Тағы да иттік те бар ғой біздің елде. Осы халықтың осындай басына түскен жағдайға бір оперларда кәсіп жасап жатыр, сот кәсіп жасап жатыр, адвокатың да кәсіп жасап, сондай бір оңбаған иттік жасап жатыр. Кейбір адвокат жаңағы сотқа дейінгі құжаттар жағына 400 мың алып, енді сотқа қатысар кезде тағы да 400 мың сұрап отқан сондай бір оңбағандықтарды естіп біліп жатырмыз. Халықты жылатпайық, қорған болайық. Алматы қаласының осы белсенділердің ұйымдастырған есеп шоты, ол Шәрбат деген апайымыздың есеп шоты қазір төменге жазылатын болады, Каспий Голда. Басқа қалада інілеріңіз, бауырларыңыз осында қамауда жатса, айтыңыздар, қолдан келгенше азық түлікпен болсын, бізді көмектесейік, заңгер емеспіз. Біз тек қоғам белсенділері. Әр қазақ біздің жалғызымыз, әр қазақ менің жалғызым. Күшіміз бірлікте ағайын. Рахмет. Халис, Наурыз, Нұрмұханов Самат, Жаппаров Әлібек, Ализат Кадыржан, Иманбеков Әлібек 5 адамға 18-ге тамақ алып келдік бүгін.